Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Жалпыңыздарға Өзбекстандан, тағыраға Самарқандтан ыстық салам айтабыз. Бүгін зияратыбыз Құсам ибн Аббас. Пайғамбарымыздың туғандарынан, пайғамбарымыз өткенде 8 жашта еді. Сол қабырғадан ең ақырда шыққан сахабалар біріміз. Пайғамбарымыз өзі айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі жақтан, диетасы жақтан ең оқшашы бұл ошол Аббас деп айтқанда. Ошол пайғамбарымыздың сахабасы болған сахабалардың біреусі Самарқандта қойылған. Мен сіздерге ошол боюнча бир аз видеоларды чыгарууну туура көрдүм. Иншаллах зияратыбызды Кудай кабыл кылсын. Бул жерден максат ошол сахабалардын жүрүп ушул динди тараткандыгы. Бул Самаркандга рivayetтерге караганда 50 жашында келген экен. Бул жакта ушул иштерин дин жайылтуу иштери ушул жакта көзү ушул азыр ошонун кабырын көрөбүз иншаллах. Kimki deydi manmanligi o'tib qolsa, o'zi nimadan chiqib qolsa, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت cemaatin birden bir aşık hatırlasan bana böyle bir şey çekin. ya o zaman tamam. Ya asosiysi sağlık. La, başla.